Саламатсыздар ма әріптестер? Бүгінгі Арал ауданының оқушылар үйінің педагог сарапшы санатына ұсыныс берген педагогтердің өз әдістемелік материалдарын таныстырады. Алғашқы болып өз жұмысын дизайн үйірмесінің қосымша білім беру педагогы Изнат Әділбек Римұлы таныстырады. Бүгінгі әдістемелік материалының тақырыбы бейнелеу өнері арқылы оқушылардың эстетикалық талғамдарын арттыру жолдары. Төменгі бір сөйлеп отырмын. Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Изнат Әділбек Римұлы. Мен осы Арал аудандық оқушылар үйінің дизайн үйірмесінің қосымша білім беру педагогымын. Мен дайындаған бүгінгі әдістемелік нұсқаулықтың тақырыбы бейнелеу өнер арқылы оқушылардың эстетикалық талғамдарын арттыру жолдары. Жалпы қазіргі білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі жан-жақты дамыған шығармашылық қабілетті жоғары әсемдікті танып бағалай алатын тұлға тәрбиелеу екені баршамызға аян. Бұл міндетті жүзеге асыруда бейнелеу өнерінің алатын орны ерекше. Өнер оқушының ой өрісін кеңейтетін, қиялын дамытатын, эмоциялық сезімін тереңдететін, рухани дүниесін байытатын қуатты тәрбие құралы. Бұл ұсынылып отқан әдістемелік нұсқаулықта бейнелеу өнері сабақтарында оқушылардың эстетикалық талғамдарын арттырудың тиімді жолдары, көркемдік іс-әрекетті ұйымдастырудың әдіс тәсілдері, шығармашылық қабілеттерді дамытуға бағытталған жұмыс түрлері қарастырылған. Жалпы нұсқаулық мұғалімдерге оқу үдерісін жоспарлау мен ұйымдастыруда оқушыларды өнер әлеміне жетелеуде нақты көмек көрсетуге арналған. Бұл материал жалпы білім беретін мектептердің бейнелеу өнері пән мұғалімдеріне, жас мамандарға, сондай-ақ эстетикалық тәрбие мәселесіне қызығатын, қызығушылық танытатын барлық мамандарға пайдалы болмақ деп ойлаймын. Жалпы мақсаты керек. Жалпы нұсқаулықтың мақсаты бейнелеу өнері сабақтары арқылы оқушылардың эстетикалық шығармашылық көркемдік қызығушылықтарын арттырудың тиімді жолдарын көрсету. Сонымен қатар мұғалімдерге көркемдік эстетикалық тәрбие беруде қолданылатын әдіс тәсілдерді жүйелеу және оқу процесін заманауи талаптарға сай ұйымдастыруға бағытталған. Міндеттері: оқушылардың эстетикалық сезімін, сұлулықты қабылдау мәдениетін қалыптастыратын теориялық негіздерін ашып көрсету. Екінші, түстер үйлесімі, композиция, пішін мен пропорцияны сезіну секілді көркемдік дағдыларды дамытудың әдістерін сипаттау. Үшінші, оқушыларды қиялдау, өз ойын бейнелі түрде жеткізуге жетелейтін практикалық жаттығулар мен тапсырмалар жүйесін ұсыну. Төртінші, интерактивті жобалық ойын проблемалық әдістердің бейнелеу өнеріндегі қолданылуын түсіндіру. Бесінші, оқушылардың көркем шығарманы бағалай алу, эстетикалық ойлау, өз пікірін дәлелдеу дағдыларын дамыту жолдарын көрсету. Алтыншы, ұлттық және әлемдік өнердің үздік үлгілері арқылы оқушылардың рухани дүниесін байыту тәсілдерін ұсыну. Жетінші, сабақ жоспар үлгілері, көрнекілік қолдану жолдары, оқу материалдарын ұйымдастыру ұсынылатын ұсыныстарын беру. Өзектілігі, әдістемелік нұсқаулықтың өзектілігі жалпы бірінші, қазіргі заман оқушысының шығармашылық әлеуетін дамыту
қажеттілігі. Бүгінгі қоғамда шығармашылық ойлау, креативті шешім қабылдау қабілеттері аса маңызды. Бейнелеу өнері осы қабілеттерді қалыптастырудың ең тиімді құралдарының бірі болып табылады. Екінші, эстетикалық құндылықтардың төмендеу қаупі. Цифрлық заманның әсерінен қазір балалардың табиғи сұлулықты өнерді тануға деген қызығушылықтары әлсіреп барады. Сондықтан да осы өнер сабақтары бұл үдерістің алдын алып, оқушыға сұлулықты көруге, сезінуге, бағалауға үйретеді. Үшінші, мына рухани адамгершілік тәрбиенің маңыздылығы дейді. Жалпы мына эстетикалық тәрбие рухани тәрбиенің ажырамас бөлігі ғой. Сондықтан да мына өнер арқылы балалар адамгершілік сезімін, ұлттық құндылықтарды қастерлеу, мәдени мұраға құрмет қалыптасады. Жалпы төртінші, ұлттық өнерді насихаттау қажеттілігі. Бұл қазақтың ою өрнегі, сәндік қолданбалы өнері, суретшілер шығармашылығы жас ұрпақ үшін маңызды мәдени негіз. Бейнелеу өнер сабағы ұлттық бірегейлікті сақтауда үлкен рөл атқарады. Бесінші, оқушылардың эмоционалдық интеллектісін дамыту. Өнер эмоцияны жеткізуге, түсінуге, ішкі күйді реттеуге көмектеседі. Бұл бүгінгі білім беру жүйесіндегі маңызды бағыттардың бірі болып табылады. Алтыншы, заманауи білім беру сыныптарының талабы. Жаңартылған оқу бағдарламасында оқушының шығармашылығын, эстетикалық мәдениетін, визуалды сауаттылығын дамытуға ерекше мән берілген. Сондықтан бейнелеу өнері арқылы эстетикалық талғам қалыптастыру нақты педагогикалық қажеттілік болып табылады. Бұл нұсқаулықтан күтілетін нәтиже. Бірінші, эстетикалық талғамның қалыптасуы. Оқушылар сұлулықты қабылдай біледі, әсемдікке қызығушылықтарын артады. Түстер үйлесімі, композиция, пропорция сияқты көркемдік заңдылықтарды түсінеді. Екінші, шығармашылық қабілеттерінің дамуы. Қиял, ойлау, бейнелі елестету қабілеттері күшейеді. Өз ойларын, идеяларын сурет арқылы еркін жеткізе алатын деңгейге жетеді. Көркемдік мәдениет артуы, бұл енді өнер туындыларын талдау, салыстыру, бағалау дағдыларын қалыптасады. Ұлттық және әлем өнерінде деген қызығушылықтар мен құрметтері артады. Төртінші, практикалық дағдыларды жетілдіру. Әртүрлі материалдармен, мысалы акварель гуаштармен жұмыс істей алады. Сурет салуда техникалық дағдылары жақсарады. Эмоциялық, интеллектуалдық дамуы, өзін өзі білдіру, эмоциясын басқару, ішкі сезімдерін бейнелеу қабілеттері артады. Өз жұмысына деген өзгелердің жұмысына салыстыру, пікір айту мәдениеті қалыптасады. Жалпы бұл жерде енді түстермен тәжірибе жасау деген ішінде бөлімдері бар. Жалпы балалармен түстерді араласу арқылы балаларға жаңа реңктерді ашуға мүмкіндік беру, шығармашылық қабілеттерді дамытудағы қызықты тәсілдердің бірі. Балалар түстерді өзара үйлесімдігін анықтауға тапсырмалар беріп, олардың қиял мен эстетикалық талғамдарын оятуға болады. Жалпы мына қорытындылай келе, бейнелеу өнері балалардың шығармашылық қабілеттерін дамытудың ең тиімді құралдарының бірі. Түрлі әдіс тәсілдер мен тәжірибенің кәсіби біліктілігі арқасында балалар қиялды, эстетикалық талғамды және қолдарының моторикасы дамиды. Бұл олардың жан-жақты дамуының негізі болып табылады. Болашақта шығармашылық тұлға болып қалыптасуына жол ашады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі болып өз жұмысын Арал ауданы оқушылар үйінің жайдарман үйірмесінің қосымша білім беру педагогы Дармағанбетов Төребек Әділбекұлы қорғайды. Бүгінгі қорғайтын тақырыбы жайдарман арқылы оқушылардың сөйлеу мәдениетін дамыту жолдары.
саламатсыздар ма? Арал аудандық оқушылар үйінің қосымша білім беру педагогы, жайдарман үйірмесінің жетекшісі Дарманбет Төребек Әділбекұлы. Бүгінгі әдістемелік құрал тақырыбы жайдарман арқылы оқушылардың сөйлеу мәдениетін дамыту жолдары. Бұл әдістемелік құрал 7-10 сынып оқушыларының сөйлеу мәдениетін, тілдік сауаттылығын және шығармашылық қабілетін жайдарман ойындар арқылы дамытуға бағытталған. Құралда оқушылардың ауызша қарым-қатынас дағдыларын жетілдіру, көпшілік алдында сөз сөйлеу шеберлігін қалыптастыру, командалық жұмыс пен тақырыптық арттыруға арналған тиімді әдістер мен жаттығулар жүйесіне ұсынылады. Бұл құралда келесі бағыттар қамтылады. Жайдарман ойындары арқылы сөйлеу мәдениетінің теориялық негіздері, осы жайдарман элементтерін сабақта қолдану әдістемесі, импровизация, тапқырлық және риторикалық жаттығулар, командалық ойындарды ұйымдастыру алгоритмдері, сахнада өзін-өзін ұстау, дауыс қою, дикцияны дамыту тәсілдері. Бұл тақырып мақсаты осы 7-10 сынып оқушылардың сөйлеу мәдениетін жайдарман арқылы дамыту жолдарын айқындау және тиімді әдістемелік жүйені ұсыну. Міндеттері осы 7-10 сынып оқушыларының ерекшеліктерін анықтау, сөйлеу мәдениетінің психология педагогикалық негіздерін талдау, сабақ барысында жайдарман элементтерін қолдану тәсілдерін жүйелеу, мұғалімдерге арналған практикалық сабақ үлгілері мен жаттығулар жинағын әзірлеу, оқушылардың сөйлеу қабілетін қалыптастырушы бағалау мен рефлексия арқылы бағалау жолдарын ұсыну. Жаңашылдығы, жайдарман форматындағы тапсырмалар бірінші рет оқу үдерісіне жүйелі түрде енгізіледі. Сөйлеу мәдениеті арттыруда командалық ойындар, импровизация, әзіл құрастыру тәсілдерінің толық жүйесі берілді. Оқушылардың тілдік белсенділігін арттыратын цифрлық интерактивті тапсырмалар, мысалы квиз, падл, канва деген ұсынылады. Мотивациялық орта қалыптастырудың психология педагогикалық әдістерін көрсетіледі. Күтілетін нәтиже оқушылар үшін сауатты мәнерлі әдеби тіл нормасына сай сөйлеу дағдылары дамиды. Тапқырлық, логикалық ойлау және импровизация қабілеті артады. Өйткені сахнада ойнап жатқан кезде көптеген оқушылар сценарий бойынша ойнайды, бірақ кейбір кезде барлық сценарий жаттау мүмкіндік болмайды. Сол кезде арасында импровизация қосып жіберетін оқушылар да бар. Сол себепті бұл өте жақсы көмектеседі. Командада жұмыс істеу және көпшілік алдында сөйлеу дағдылары қалыптасады. Жайдарман негізінде командалық ойын, ол жақта мен деген емес, біз деген нәрсе болу керек. Сол себепті командамен командалық дайындық, командалық сайыс, командалық жұмыс болады. Сөздік қоры кеңейеді, тілдік белсенділігі күшейеді, сөйлеу мәдениетінің негізгі элементтерін меңгереді. Мұғалімдер үшін күтілетін нәтижелер жайдарман элементтерін оқу процесіне тиімді енгізу мүмкіндігі артады. Сөйлеу мәдениетін дамытуға арналған жаңа әдістемелерді қолдана алады. Оқушы қабілетін диагностикалау және бағалау жүйесін жетілдіреді. Сабақ мазмұны жаңаша мотивациялық интерактивті форматта ұйымдастырылады. Әртүрлі осындай ойындарда тыныс алу жаттығулары болады. Сөйлеу кезінде тынысты дұрыс қолдануға үйретеді. Өйткені кейбір кезде әртүрлі әзілдер болады. Ұзақ сөйлеу керек, ұзақ өлең айту керек болады. Сол кезде тоқтамай сөйлеу керек болады. Сол кезде осының тыныс алу жаттығулары өте жақсы көмектеседі. Егер де ойыны деген бар, мақсаты гипотетикалық ойлау және импровизация. Айтып өткенде импровизация өте маңызды. Көптеген команда мүшелері өздерінің сценарийін ұмытып қалған жағдайда олар импровизация қолдану керек болады. Сол себепті осындай егер де ойын деген тапсырмалар арқылы, ойындар арқылы импровизацияны дамытуға болады. Одан бөлек тестап деген ойыны болады. Тестап ойыны да бар. Тестап ойында бір картада бірнеше сөз беріледі, соны бірнеше сөз пайдаланып өзінің командасына түсіндіру керек болады. Бұл да импровизацияға көмектесетін ойындардың бірі. Жалпы қорытындылай келе, жайдарман сөйлеу мәдениетін дамытудың тиімді тетігі және жайдарман жасөспірімдер шығармашылық әлеуметін ашатын орта. Көптеген оқушылар осы жайдарман сахнасы арқылы өзін ашып, көпшіліктің алдында сөйлеу, өзінің ойын толық жеткізу, әзілмен жеткізіп үйренеді. Командалық жұмыс мәдениеті қалыптасады. Айтып өткендей, жайдарман ол жеке ой емес, ол командалық сайыс, командалық ойын. Сол себепті бұл жерде командалық ойындар, командалық сайыс, командалық жұмыстар жүргізіледі. Психологиялық қауіпсіз орта қалыптасады.
цифрлық технологияларды қолдану оқушылардың белсенділігін арттырады. Қазіргі кезде әзілдің көптеген түрлері бар ғой. LED-пен пайдалану, музыкамен пайдалану, қазіргі соңғы шығып жатқан программаларды пайдалану. Солың барлығын меңгеріп, сол арқылы өздерін әзілдерін шығарады және сол әзілдерді өз көрермендерге ұсынатын болады. Бағалау жүйесі оқушы дамуын нақты көрсетеді. Тыңдағаныңызға рахмет. Келесі болып өз жұмысын оқушылар үйінің шахмат үйірмесінің қосымша білім беру педагогы Жүсіпова Жанар Нұрперзентова шахмат үйірмесі қосымша білім беру ұйымдарында шахмат үйретудің тиімді әдістері тақырыбы бойынша қорғайды. Саламатсыздар ма? Арал аудандық оқушылар үйінің қосымша білім беру педагогы, шахмат үйірмесінің жетекшісі Жүсіпова Жанар. Бүгінгі менің қорғайтын нұсқаулығым әдістемелік тақырыбы қосымша білім беру ұйымдарында шахмат үйретудің тиімді әдістері. Слайдтың бірнеше бет. Шахмат оқушылардың логикалық, сыни және шығармашылық ойлау қабілеттерін дамытудың ерекше құралы. Ол зейінді шоғырландыруға, алдын ала болжау мен шешім қабылдау дағдыларын қалыптастыруға, табандылық пен жауапкершілікке баулиды. Бұл әдістемелік құралда бастауыш сынып жасындағы балалардың жас және психологиялық ерекшеліктеріне сай шахматты үйретудің кезеңдері, ойын арқылы оқыту, дидактикалық және цифрлық әдістерді тиімді қолдану жолдары, топтық, жұптық және жеке жұмыс түрлері, үйірме сабақтарын ұйымдастырудың үлгілік жоспары мен тәжірибелік тапсырмалар топтамасы қамтылған. Бұл әдістемелік құралдан күтілетін нәтиже: оқушылар шахматтың негізгі ережелерін меңгереді, ойын кезінде логикалық ойлау мен стратегиялық шешім қабылдау қабілеттерін дамытады, сабаққа қызығушылығы мен өзіндік белсенділігі артады, командалық мәдениет пен әділ бәсеке дағдыларын қалыптастырады. Әдістемелік құралдың құрылымы, жалпы құрылымы ол кіріспе, теориялық бөлім, практикалық бөлім, мониторинг және бағалау, психологиялық педагогикалық ұсыныстар. Теориялық бөлімде біз шахматтың тәрбиелік және дамытушылық мүмкіндіктерін қарастырамыз. Практикалық бөлім сабақтың үлгілері, тапсырмалар мен жаттығулар. Мониторинг және бағалау үйірме нәтижелерін анықтау әдістері көрсетілген. Жалпы бұл әдістемелік құрал мақсаты қосымша білім беру ұйымдарында бастауыш сынып оқушыларына шахматты үйретудің тиімді әдістемесін әзірлеу, олардың зияткерлік, логикалық және шығармашылық қабілеттерін дамыту жолдарын анықтау. Міндеттері: шахмат ойынның тәрбиелік және дамытушылық мәнін ғылыми тұрғыда негіздеу, бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып шахмат үйретудің психологиялық ерекшеліктерін дайындау, шахмат сабақтарын ұйымдастырудың тиімді әдістерін, яғни ойын, көрнекілік, цифрлық және практикалық тәсілдерді жүйелеу, сабақтардың құрылымы мен кезеңдерін нақтылау және үлгілік сабақтар жүйесін ұсыну, оқыту нәтижелерін бақылау, бағалау критерийлері мен мониторинг жүйесін әзірлеу, мұғалім мен жаттықтырушының кәсіби және тұлғалық рөлін сипаттау. Жалпы әдістемелік құралдың таблицаға қарайтын болсақ, шахмат үйірмесі сабағының жалпы құрылымы. Бұл кезеңде дайындық кезеңі, яғни бұл мотивациялық блок. Бұл блоктың мақсаты мен мазмұны сабаққа қызығушылық ояту, назарды шоғырландыру, алдыңғы білімді бейсендіру. Мұғалімнің бұл жердегі іс-әрекеті қызықты сұрақтар мен ойындар арқылы тақырыпқа кіріспе жасайды. Оқушының бұл жерде іс-әрекеті белсенді қатысады, өз пікірін білдіреді, ережелерді еске түсіреді. Қолданылатын әдістер мен құралдар: миға шабуыл, ой қозғау, шағын ойындар, карточкалар, суреттер. Екінші кезең бұл үйрету кезеңі. Жаңа білім мен әрекетті қалыптастыру. Жаңа
Мақсаты жаңа тақырыппен таныстыру, жаңа ұғым мен әрекетті меңгеру. Мұғалімнің бұл жерде іс-әрекеті түсіндіру, көрсету, бағыт беру. Ал оқушы тыңдайды, бақылайды, сұрақ қояды, тақтада әрекет жасайды. Бұл іс-әрекетте біз демонстрациялық тақта, мультимедиалық көрнекілер, сосын ческит деген фрагмент бар. Оқушылар өздері телефон арқылы қолданады, соны пайдаланады. Келесі кезеңі бекіту, яғни практикалық, ең маңызды бізде шахматтағы маңызды кезең сол практикалық қолдану. Бұл жерде бұл практикалық қолданудың мақсаты алған білімді тәжірибеде қолдану, яғни дағдыны қалыптастыру. Мұғалім бұл жерде тапсырма береді, бақылап, түзету енгізеді. Оқушының іс-әрекеті логикалық есептер шығарады, жұппен немесе жеке ойнайды. Практикалық ойындар ол жаттығулар, комбинациялар шешу, талдау кестесі болып келеді. Ойнау және рефлексия кезеңі, білім мен дағдыны қорытындылау, өзін-өзі бағалау және талдау. Мұғалім бұл жерде партия ойнауды ұйымдастырады, қорытынды жасайды. Оқушының іс-әрекеті партия ойнайды, өз ойынына баға береді, пікір айтады. Қолданатын әдістер бұл жерде қысқа партиялар, менің ең жақсы жүрісім, сәтті комбинация деген түрлі әдістерді қолданамыз. Соңында рефлексия парағы, оны оқушы өзі толтырады. Келесі таблицада шахмат үйретудің тиімді әдістері мен тәсілдері. Біздегі ең маңызды шахмат үйретудегі ең маңызды бөлімнің бірі осы әдіс тәсілдер. Өйткені көбіне қолданатын осы ойын әдістері. Бірінші бұл жерде мақсаты ойын әдісі сабаққа қызығушылық пен мотивация тудыру, эмоциялық көңіл-күй қалыптастыру. Тиімді тәсілдер мен мысалдарға әртүрлі ойындар аламыз. Мысалы фигуралар сайысы, қай фигура кем деп ұпай жинайды, қай жүріс дұрыс, мат қоюды тап, шахмат эстафетасы деген ойындарды бастауыш сыныптарына пайдаланамыз. Нәтижесі қызығушылық, табандылық, жылдам ойлау, ережені саналы меңгеру. Практикалық әдіс. Практикалық әдісте мақсаты алған білімді іс жүзінде қолдану, дағды қалыптастыру. Бұл жердегі тиімді тәсілдер партия ойнау және талдау, жаттығу позицияларын шешу, турнирлік ойындар ұйымдастыру. Нәтиже тәжірибе жоспарлау, тактикалық ойлау, шешім қабылдау. Көрнекілік әдіс. Бұл жерде көрнекі бейне арқылы есте сақтау мен қабылдауды жетілдіру негізгі мақсаты. Ал тиімді тәсілдері үлкен демонстрациялық тақтада көрсету, мультимедиалық бейнелер, диаграммалар, фигуралар мен позиция құрастыру. Нәтижесі көру арқылы есте сақтау, кеңістікті ойлау, назар тұрақтылығы. Келесі әдістің түрі цифрлық әдіс. Мақсаты оқушыларды заманауи технологиялармен оқыту, өз бетімен білім алу дағдысын қалыптастыру. Тиімді тәсілдері ческит, ческом платформалар, интерактивті жаттығулар, онлайн жарыстар, шахмат матрицасы пайдаланамыз. Қорытынды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Бүгінгі Арал ауданы оқушылар үйінің педагог сарапшы санатына ұсыныс білдірген педагогтардың әдістемелік материалдарын қорғау осымен аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.